Саламатсыздар, 5 сыныптың 578 есебі. Бірінші есебі 8,20-дан 9 көбейтілген 13-тен 2. Бұл есеп шығару үшін мына аралас санды бөлшекті жай бөлшекке келтіреміз. Ол үшін 20-ны 8-ге көбейтіп 160 болады, оған 9 қосамыз. Сонда 169 бөлінген 20 болады. Көбейтем 2 бөлінген 3-ке. Енді бір бөлшектің алымына және бір бөлшектің бөліміне көбейтіп жазамын. Бұл жерден қысқаратындарын қысқартам. Яғни мына 2-ні 2-ге қысқартамын, 20-ны 2-ге қысқартамын. 3-ті 3-ге қысқартамын, 169-ты 3-ге қысқартамын. 169-ды 3-ге бөлемін. 169-ды 3-ге бөлемін. 169-ды 3-ге бөлемін. Бір болады. 181 есеп етеді. 1 килограмм кәмпиттің бағасы 350 теңге дейді. 1 килограмм кәмпиттің бағасы 350 теңге. Бізден сұрайды 1,5-тен 3 килограмм кәмпит қанша теңге тұрады? Сұрап жатыр. Яғни 1 килограмм 350 теңге болса, онда мынау 1,5-тен 3 килограммды 350 теңге көбейтем, сонда қанша теңге шығатыны шыға келеді. Яғни 1,5-тен 3 көбейтеміз 350 теңгеге. Бұны жай бөлшекке келтіріп аламын. 8 болады, көбейтеміз 350-ге. Бұл деген сөз 8 көбейту 350 бөлінген 5. 8 көбейтіледі, 350-ді 5-ке бөлеміз. Яғни 355-ке бөлсек 70 болады. Бұдан 8-ді 70-ке көбейтеміз. Так, 56, 560 теңге болады. Теңге болады. Яғни 1 килограмм кәмпитіміз 350 теңге болса, 1,5-тен 3 килограмм кәмпитіміз 560 теңге болады екен. Арғарай, осы есептің екінші есебі. Екінші есебінде былай дейді міне. 1 сантиметр куб алтынның массасы 19,3 грамм. 20 сантиметр куб алтын неше грамм тұрады дейді. 19 жолмен шығарамыз. Жердің жасанды серігі берген жылдамдығы ұшырылды, ол 8 секундта қанша қашықтыққа барады дейді. Ал онда екінші есепті екіншісін шығарып тастайық. 581-дің екінші есебі. 1 сантиметр куб алтынның массасы 19,3 грамм. Ал бізге 20 сантиметр кубты тап дейді. Қанша грамм? Алтыннада массасы қанша грамм алтын бар дейді ғой. Массасы алтын. Табуымыз керек. Әрине бұнда солай. 20 сантиметр кубты көбейтеміз 19,3 граммға. Так, 20 көбейтілген, мынаны жай бөлшек түрінде жазып алам, 190 болады, 19-ны көбейтем 190, оған 3-ті қоссам 193 болады. 20 көбейтілген 193 бір бөлшектің алымына және бөліміне алып жазам. Сонда 20-ны 10-ға бөлемін, 2 болады, көбейтем 193-ке. Бұл тең болады 6, 8, 386 грамм. Алтынның массасы, 20 сантиметр кубтағы алтынның массасы 386 грамм екен. Үшінші есебі. Үшінші есеп жердің жасанды серігі жылдамдық берілген, жылдамдығы V деген әріппен белгілеймін. Километр бөлінген сағат екен. Осы дейді Т беріпті 8 секундта
қанша қашықтыққа барады, жол табуымыз керек. Мынау километр бөлінген сағат, мынау секунд болғандықтан мен мынаны метр бөлінген секундқа айналдырам. Себебі секундпен беріп тұр уақыт. Ол үшін 7,9-ды жай бөлшекке айналдырып аламын. 70-79 болады мынауымыз. 79 бөлінген 10 болады. Километр бөлінген сағат екен. Енді оны метрге және секундқа айналдыру үшін осы 79 бөлінген 10-ды көбейтемін 1000-ға. Себебі 1 километрде 1000 метр бар. Ал 1 сағатта 3600 болғандықтан 10-ды 3600-ге көбейтем. Сонда 79 1000 болады. Мынау 36 1000 болады. Енді бұны қысқарту үшін ең оңай жолы сіздерге көрсетерім. Мынау 1000 мен 1000-ды мына жерде 3 0 3 0 қысқартып жіберіп 79 бөлінген 36 шықты. Енді жылдамдықтың формасы бар. S бөлінген Т. Осыдан S тауып аламыз. S-тен V көбейтілген Т болады. S тең болады да жылдамдықтың орнына 79 бөлінген 36-ны қойдық, көбейтеміз 8-ге. Бір бөлшектің алымына және бөлме жазып алдық. Енді осыны төртке бөлем. Қысқартам. Қысқарту жолында 36 мен 8-ді төртке бөлем. Алымында, бөлімде. 79-ны өзі жазылады. 8 төртке бөлсем 2, 36-ны төртке бөлсем 9. 79 2 көбейтем 158 бөлінген 9. Яғни ара қашықтығы 9-дан 158 метр екен.